Good day everyone, welcome to my English lesson. Сәлеметсіздер ме оқушылар, менің ағылшын каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта бізде 4-ші тарау People and the Jobs, адамдар және жұмыстар, олардың жұмыстары туралы сабақты үйренетін боламыз. Соңына дейін қарап, лайк басыңыздар, маған тіркеліңіздер, менің барлық сабақтарымды қараңыздар. Кәне кеттік. Бірінші бізде мамандықтар түрі екен. Жұмыс түрлері деп айтуға да болады. Қараңыздар, police officer, firefighter, farmer, postman, baker, vet, greengrocer. And the doctor. Doctor, дәрігер, baker, наубайханашы, vet, мал дәрігері, greengrocer, көкөністер мен жемістер сатушы адам, postman, почта қызметкері, farmer, фермер, firefighter, өрт сөндіруші, police officer, полиция қызметкері. Жалғастырайық, астан түсеміз. Келесі тапсырмада exercise 2, listen and choose дейді. Тыңдаймыз және оны таңдауымыз керек. Міндетті түрде тыңдалымның көмегімен істейтін боламыз. Exercise 3, үшінші жаттығуға қараймыз. Game дейді. Бұл ойын түрінде берілген тапсырма екен. Екі оқушы шығады, бір-біріне сұрақтар қояды. Сұрақтың мағынасы былай. What do I want to be? Мен кім болғым келеді? Деп қыз қолындағы суреті арқылы ұлдан кім болғысы келетінін сұрайды. Ұл бала оның қолындағы суретке қарайды да evet деп жауап береді. Яғни ол қыз мал дәрігері болғысы келеді екен. Келесі ұл бала қолына бір суретті алады, мысалы дәрігердің аптечкасы болсын. Соны ұстайды да, ол сұрақты қызға қояды. What do I want to be? Мен кім болғым келеді? Қыз бала ұлға қарайды да, қолындағы аптечканы көріп, doctor деп жауап береді. Осылай ойын жалғасады. Жалғастырайық, let's continue. Exercise 1, listen, point and repeat. Talk with your friend дейді. Тыңдаймыз, қайталаймыз, одан кейін достарыңмен сөйлес дейді. Қарасаңыздар, бұл жұмысқа қатысты киімдер немесе құралдар деп айтуға да болады. Мысалы, uniform, форма, полиция қызметтері киеді. Coat, пальто дейміз, бірақ бұл дәрігердің формасына келеді. Jacket, көлік түрі, van, жүк көлігі, bag, сумка, helmet, басқа киетін шлем, немесе қорғаныс қалпағы деп айтуға да болады. Енді осы құралдарды қай мамандық иесі киеді, қайсысы қолданады, соны сипаттауымыз керек. Мысалы, whose uniform is it? Бұл кімнің формасы? It is the police officers. Келесі сұрақ, whose transport is it деуге болады. Немесе whose tractor is it? Бұл кімнің тракторы, немесе бұл кімнің көлігі. It is farmers. Бұл ферманыкі, немесе фермердікі. Келесі сұрақ, whose van is it? Бұл кімнің жүк көлігі. Қарасаңыздар, сыртында міне хаттың суреті тұр. Яғни бұл көлік бізде почта қызметкерінікі. It is postman's. Бұл почта қызметкерінікі. Ал сумкаға сұрақ қойып, whose bag is it? It is doctor's. Whose helmet is it? It is firefighters. Бұл бізде өрт сөндіру қызметкерінікі деп сұраққа жауап береміз. Тапсырма жалғастырамыз. Exercise 2, listen and read дейді. Тыңдаймыз және оқимыз. Number the pictures, суреттерге сандар қой дейді. Қайнеке оқушылар түсініп алайық. Postman Bell, what is in your bag? Почташы Бен, сенің сумкеңде не бар дейді. A parcel or a letter? Екінші сұрақ, Postman Bell, what is in your bag? Бірдей сұрақ қойған, сенің сумкеңде не бар? A card or something better? Карта бар ма, әлде жақсырақ бір нәрсе бар ма дейді. Dr. Drake, what is in your bag? Дрейк дәрігер, сіздің сумкаңызда не бар? A lotion or a bandage? Dr. Drake, what is in your bag? Бірдей сұрақтыр, Dr. Drake, сіздің сумкеңізде не бар? An apple or a sandwich? Алма бар ма, немесе бутерброд бар ма дейді. Осы әңгіме желісі бойынша қарап, сандарын қойып шығасыздар. Жалғастырамыз. Оқушылар, келесі сабақта бізде грамма,
subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives, possessive pronouns, mine, yours, яғни зат есімнің жіктеу есімдігімен байланысын үйренетін боламыз. Таблицаға қарайық. I, мен, you, сен, he, ол бала, немесе ер адам, she, әйел адам, it, жан-жануарға, табиғатқа және жансыз нәрсеге де қолдануға болады. We деген біз, you деген сіздер, they олар. Енді ол сілтеу есімдік кезінде қалай өзгереді? Me, маған, you, саған, him, ұлға, her, қызға, it, us, бізге, you, сіздерге, them, оларға. Келесі сілтеу есімдігінде үшінші формуласы бойынша my, менің, your, сенің, his, ұлдың, her, қыздың, its, жан-жануарға айтамыз, немесе жансыз нәрсеге айтамыз, our, біздің, your, сенің, they, олардың. Осылай мен айтуым бойынша сіздер дәптерге жазып, жаттап алыңыздар. Мысал көрсетілген, this is my helmet. Бұл менің шлемім. The helmet is mine. Ал бұл шлем менікі. Қарасаңыздар, менің шлемім, бұл менікі деп сілтеу есімдігімен көрсетіп тұр. My бізде майынға өзгерді. This is your van. Бұл сенің жүк көлігің. The van is yours. Бұл жүк көлік сенікі. Қарасаңыздар, your сенің, yours сенікі деп өзгеріп кетті. Жалғастырайық, келесі тапсырмада read and underline дейді. Оқимызда қай сілтеу есімдігі сәйкес келеді, соның астын сызамыз. This is Tony and his teacher, Mr. Jonas. Is he your Uncle Jack? This coat is mine, болады. Бұл пальто менікі. Look at us. Бізге қарашы. We are climbing. Біз өрмелеп жатырмыз. This is your hat. It is yours. Бұл сенің қалпағың, бұл сенікі. Бірінші сөйлемде his-дің астын сыздық. Екінші сөйлемде your-ның астын сыздық. Үшіншісінде майнды сыздық, 4-те асты сыздық, 5-те yours-дың астын сыздық. Жалғастырайық, оқушылар, келесі тапсырмада мына қарасаңыздар, Нұрлыбек Болат деген оқушы тұр екен, соның әңгімесін толықтыруымыз қажет. Қажетті сөздер мына астында тұр. Қане бастайық. This is Нұрлыбек Болат. Мистер Нұрлыбек Болат. He's a greengrocer. Бұл мистер Нұрлыбек Болат, ол көкөністер мен жемістерді сатушы болып жұмыс жасайды. Екінші сөйлемді қарайық. His Болат, his shop is in our street. Оның дүкені біздің көшемізде. He sells fruit and vegetables. Ол көкөністер мен жемістерді сатады. Так, үшінші сөйлемге қарайық. My sister and I always buy. Так, төртінші сөйлемде our vegetables from him. Менің әпкем және мен әрдайым көкөністер мен жемістерді осы кісіден сатып аламыз дейді. Так, look at төртінші сөйлемде, бесінші сөйлемде look at him болады. Him now, қазір оған қараңыздар дейді. He's got some apples for us. Оның қолында бізге беретін көп алмалар бар дейді. Осылай бұл жаттығу аяқталады.